Жапондық икигай тұжырымдамасын жануарлар арқылы түсіндіріп берейін. Мынау арыстан қара құйрықты торуылдап отыр. Бар күшімен тап беруге дайын тұр. Алайда қара құйрық өте сақ. Арыстанды көрген бойда шаң жуытпай қашып кетеді. Арыстан оның соңынан қуып жетуге жылдамдығы жетпейді. Себебі бұл арыстанның физиологиялық қабілетіне сай келмейді. Қарашы, қара құйрық арыстанды қалай алдап соғады. Оның маневрлік қабілеті өте жоғары. Қас қағым сәтте 180 градусқа бұлтарыс жасай алады. Бұл не деген шапшаң реакция. Арыстанның жылдамдығы 80 км/сағат, бірақ жүгіру қашықтығы небәрі 30 метрді құрайды. Ал қара құйрық жылдамдығы 100 км/сағат, бірақ ол өте төзімді болғандықтан ұзақ жүгіре алады. Сондықтан арыстан үшін қара құйрықтың артынан қуу тиімсіз әрі босқа қуат шығындау ғана. Оның орнына анағұрлым ірі, жай жүгіретін зебра, енеке, антилопа, керік секілді жануарларға аңшылық қылу әлдеқайда тиімді. Себебі арыстан өте мықты, бірақ жылдам жүгіретін жыртқыш емес. Ұрығашы арыстан 180 кг, ал еркегі 250 кг дейін жетеді. Қара құйрықтың табиғи қарсыласы бар, ол гепард. Олар құрлықтағы ең жылдам жыртқыш саналады. Гепард 120 км/сағат жылдамдықпен 300 метрге дейін жүгіре алады. Дәл дегендей, қара құйрықты қуып жетуге тек гепардтың ғана физиологиялық қабілеті жетеді. Керісінше гепард ірі жануарларға шамасы жетпейді. Сол себепті ол да өзінің табиғи ерекшелігіне сәйкес келетін жануарларға аңшылық қылуы тиіс. Қара құйрық салмағы 35 кг, гепард 65 кг. Шебер құдай әр жануарды бір-біріне сай етіп ризығын беріп қойған. Арыстан өзінің икигайын, яғни табиғи қабілетін түсінгенде ғана жетістікке жетеді. Әрбір жыртқыштың өз специализациясы бар. Табиғаттағы жануарлар іспетті, әрбір адамның да өзінің табиғи мінезіне, қабілетіне сай келетін саласы, нишасы, мамандығы болады. Яғни қабілеттер мен мінездің теңдесі жоқ керемет үйлесімі. Ең бастысы сол икигайды тауып, соған сәйкес әрекет жасау керек. Сол кезде жетістікке жету заңдылыққа айналады.